Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Майнзум. Мен бүгін ерекше тақырыпта бір видео түсірем. Оны өзім түсірген жоқпын, просто ВКонтактеде подписчигім өтініш бойынша скайпта қалай тіркелу керек, как регистрация жасау керек дегенде. Бұлай ол бәрі оп-оңай, бұлай оны жай ғана түсіндіріп көрсетейін қалай ашу керек екенін. Бұл скайп жазып болған соң мынандай не шығады, парақша. Сосын сіз логин емес, учетный запись емес, создать учетную запись дегенге кіресіз. Сізде осындай интернет парақшаға әкеледі. Сосын мына жақта бәрі тұрады, мына жақта бәрі түсіндіріледі. Мына жерде имя дейді. Имяға сіз өзіңіздің атыңызды жазасыз. Мысалы мен жазайын. Одан кейін фамилия. Фамилия деген тегіңіз. Тегіңіз қандай? Өзіңіздікін жазасыз. Сосын электронный почта. Өзіңіздің почтаңыз жазасыз. Мысалы өзіміздің жазайын. gmail.com. Сосын ана отырған леппегіз кереміз бізге. Сосын мына жаққа қайталау керек. Қайталайсыз. День рождения, сосын туған күніңіз, туған айыңыз нетеді. Мынау нетілген. Менде просто мынау тұрда, мендеш скайпта. Басқасын өзіңіздің қоясыз. Сосын мына день рождения дегенге туған күніңізді жазасыз. 29 май дейсің, туған неңізді жазасыз. Пол мужской, егер ұл болсаңыз. Сосын Қазақстан таңдайсыз. Городтан өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Мысалы мен Алматы деймін. Алматы. Сосын язык дегенге русский. Қазақстан дейсің, яқа номеріңізді жазасыз. Сосын яқа өзіңіздің скайпқа қойыңыз келетін логин жазасыз. Әртүрлі, мысалы мен өзімдікі Майнзум деп алуыма болады. Тағы пароліңізді өзіңізге қалаған пароліңізді жазасыз. Мысалы мен жай ішін ашпаймын, жай ғана просто көрсетейін. Мысалы бүйтіп аша саласыз. Болды. Сосын мына жақта тұрған мынау жай ішін жаза салдым. Қиын болу керек пароль, өте қиын болу керек. Тез нетіп қояды өтсем, мысалы былай қоюға болады. Осылайынан. Сосын тағы да түркістей салдым. Мына жақта сотыңызға сообщение ретінде істеуге болады, или мына электронный адрес бойынша. Сосын барып мына жерде 811 деп тұрма, 811 жазасыз. Я согласен дейсіз да. Сосын сіздікі ашылады. Если что бір бәле шығып тұрса, андай e-mail анау деп, сол жақтағы парольді алып мына жаққа енгізесіз. Мен бәрін просто ашық қойдым, бәрі бос емес менің электронный адрестерім. Жарайды достар, просто бүгін түсіндіріп өтейін дегем. ВКонтактедегі подписчиктің несімен сұрау бойынша. Егер ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сіздердікте арнаға жазып ұмытпаңыздар, айтпақшы. ВКонтактеде группама келесі видеода не түсірейін, соны маған көмектесіп, қолдауларыңызды білдіріп, көмек нетіп тұрсаңыздар, айтсаңыздар, риза болар едім. Немесе группа, немесе ВКонтактедегі өзіме жіберсеңіздер болады. Бүгінше айтарым осы. Сіздермен болған мен Майнзум. Сау болыңыздар.